Құрметті менің достарым, осындай әдемі сап-сары бауырсақтың рецептісін білгілерін келсе, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, мені қолдап қойыңыздар. Баршаларыңызға қалайсыздар? Бүгін біздің бір оқырманымыз жазып жерген екен, бауырсақ ашыту жолын көрсетесіз бе деп, соны дайындайын деп сіздерге көрсетіп жатырмын. Әуелі бізге керегі 200 мг сүтім дайындап алдым, ысытып. Енді сонымен қатар қазір құрғақ дрожжимізді салатын боламыз. Біріншіден қантымызды салып аламыз. Қантымызды саламыз қазір. Бисмиллахиррахманиррахим. Одан кейін барып дрожжимізді саламыз. Сөйтіп дайындап қоямыз 10 минутқа көтерілгенше. Міне, осындай қасықпен дрожжиді салып, әбден араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін бетін жауып 10 минутқа қойып қоямыз. Ыдысымыз жауып қоямыз осылай. 10 минут тұрады. Енді ұнымызды дайындайтын боламыз. Ұнымызды міне салып дайындап қойдым. 2 килограмм деп өлшеп, осы ыдысыма салып дайындап қойдым. Енді қазір біз ашыту жолдарын жасайтын боламыз. Біріншіден мен осындай қасықпен тұзымды салып аламын. Осылай. Мен енді арал тұзы, осы арал тұзымды салып болдым. Сосын кейін барып 2 ас қасық қант қосқан дұрыс болады. 2 ас қасық қант. Енді жақсылап қазір араластырамыз. Ұнымыз негізі үй температурасындағы жылы болған дұрыс қой, сонда тез ашитын болады. Бұл енді тек бауырсаққа ғана емес, нандарға да барлығына кете береді. Әуелі бірінші біз бауырсақтан бастайтын боламыз. Енді майымызды құямыз. Міне ыдысымыздағы майымыз. Бисмиллахиррахманиррахим. Енді қазір мына кішкене қаймақ қалған екен. Енді осыны қосып жіберейін деп тұрмын арасына. Үйдегі қаймақ болсын, сондайларды қосып арасында салып жүрсеңіздер де дәмді болады. Енді бұл қаймағымыз кетті. Одан кейін мен көбінесе бауырсаққа бәріне осы нені майонезді қосам. Арасына кішкене ғана майонез салып жіберем, бір қасықтай болсын, бір ас қасықтай. Осының бәрін қостым, я. Енді міне дрожжиміз ашып дайын тұр. Осы 10 минутта көтерілді. Енді қазір осыны қосамыз арасына. Сосын мына қайнаған суымыз. Ал бисмиллах деп нанымызды ашытуды бастайық. Осылай елеп келеміз. Енді мына жақта кішкене суым жетіңкіремей қалды. Енді тағы су құйып жатырмын. Өздеріңізге байқайсыздар ғой енді. Су аз болып қалса, бауырсақтың несі, наны міндетті түрде жұмсақ болған дұрыс. Қоспалардың бәрін қосып, жақсылап осылай иін қандырып елесеңіздер, бауырсақтан нанда бәрі жұмсақ, әп-әдемі, тәтті болып шығады. Оқырманымның өтініші бойынша осылай бауырсақ дайындап жатырмын. Менде көбінесе осы парақшамда көбінесе үлкен кісілер екен, ақжаулықта аналар, апалар көп екен. О кісілерге Алла разы болсын, жақсы тілектерін жазып, қолдау білдіріп жатқандарына сіздерге Алла разы болсын. Мен осылай. Қазір кішкене үстіне ұн себелеп жіберейін. Ұнды осылай сеуіп қойсаңыздар, тез ашитын болады. Крышкасын ыстық суға батырып келеміз. Ыстық суға шайып келді. Енді 40 минут, я болмаса 1 сағатқа жібереміз. Міне ашытқан нанымыз дайын болды. Дайын болған нанымызды ашып атқан кезде бірден басып тастап отыруларыңыз керек та. Қатты көтерілген дұрыс емес. Оны қайта осылай үстінен басып тастап отырдым. Жартысын алып, тоңазытқышқа салып қойдым. Енді қазір осыдан бауырсақ пісіріп көрсетейін деп отырмын.
Al bismillahirrahmanirrahim. Қолымызды майлап аламыз. Қолымызға жапсырмас үшін осын домалақтап бауырсақты кішкене ғана көрсетемін. Жұмсақ өзі. Енді осын қазір не қыламыз? Жай жүреміз. Тек бауырсақты ғана көрсетемін. Көбінесе Астанада осылай бауырсақты ашытқанда қолмен кеспейді да олар. Тек қана жаңағы осылай домалақтайды. Енді мен қазір мынандай стаканмен осымен домалақтап көрсетейін деп жатырмын. Сүйден тағы да алдым, біреуін қосып жіберейін деп. Қазір кішкене аз болып қалды. Енді осын қазір не қыламын? Жай жіберемін, алдымен майымды қыздырып жіберейін. Шедевр майын қосам мен, осы жақсы пісіреді. Бисмиллахиррахманиррахим. Осы жарайды. Достар, мына кесіп дайындап қойдым. Енді мына осы үстінен бетіп былай басып қойып отырыңыздар. Сонда бауырсақ тез көтеріледі да, май қызғанша бауырсағыңыз көтеріліп, әдемі болып, былқылдап пісетін болады. Әдемі болады. Майымыз қызды. Енді қазір біртіндеп саламыз бауырсағымызды. Бисмиллахиррахманиррахим деп бауырсағымызды саламыз. Бисмиллах. Уже басқызсам, бисмиллах. Осылай аударып тұрамыз. Жан-жақтары астына. Бір беті сарғайғанша кішкене күте тұрып, сосын келесіге аударсаңыздар. Бауырсақтар сап-сары болу керек қой. Біз көбінесе қызартып жібереміз. Бауырсақ сап-сары болса, әдемі сары бауырсақ деп жатады ғой, сап-сары бауырсақ деп. Енді осылай пісіріп ала береміз. Қатты отқа қоймайым, қатты осы орта, енді жақсы пісетіндей, сондай газдың көлеміне қарай қою керек, сонда жақсы піседі. Қатты қойса, май қызып кетіп, бауырсақ біртүрлі болып қалады да. Сондықтан осындай отта пісіру керек қой. Анда даладағы қазанға пісіреді ошаққа. Онда жаңағы алып алады, салатты ала береді. Маған бірақ олар жаңа арасы шикі сияқты болып көрінеді да. Сондықтан осылай пісіргенді ұнатамын өзім. Менің жақсыларым, міне бауырсағымыз дайын. Ап-әдемі болып, сап-сары етіп пісіріп қойдым. Қазір енді сіздерге мен өзім осы құлпынайдан варенье жасадым. Бұл вареньеден де міне бауырсағымыздың міне жұмсақтығын көріңіздер. Міне қандай әдемі. Енді бисмиллахиррахманиррахим. Менде керемет бауырсақ бар ғой, тәтті вообще.